Жалпы айтқанда, осы жаңағы реформалау кезіндегі конституциямыз білім және ғылым саласына өте көп назар аударылады. Жаңағы енді жаңартулар жөнінде айтатын болсақ, осы маған ұнаған, жалпы өзім заңгер ретінде лингвистика жөніндегі маман болғандықтан, осы неге қатысты, білімге қатысты. Яғни көп сұрақтар пайда болады. Біздің біліміміз және ғылым жөніндегі сұрақтар, олар жалпы ескі конституцияда болған. Бірақ қазіргі таңда осы сұрақтарға көп мән беріліп жатыр. Мысалы, бастапқы және орта білім алу жаңағы деңгейі қандай? Қазіргі таңда осы жаңа конституцияға осы сұрақтар негізінде енгізілген. Жалпы бастапқы және орта білім олар тегін. Яғни мынау жоғарғы білімге көшетін болсақ, жоғарғы білім алу деңгейі де өсуде. Яғни конкурстық негізде тегін болады. Мына ғылым жөнінде айтып өтетін болсақ, бұл жерде көп мән беріліп жатыр, көп бағдарламалар бар. Осы қазір президентпен ұсынған өте көп бағдарламалар бар, сондықтан көп мүмкіндіктер бар. Енді жаңағы осы зайырлы мемлекет болғандықтан, зайырлы мынау білім беру саласы зайырлы. Өйткені бізде діннен бөлінген жеке. Мынау енді жаңағы осы білімнің басымдықтары жөнінде айтатын болсақ, бұл жерде конституция негізінде жаңағы жаңартуларда осы сапасы көрсетілген. Яғни сапасы дегенімізде бұл жерде жаңағы студенттер болсын, оқып жатқан мамандар болсын, жаңағы оқытушыларға да сапасын көтеру және осы оқытушыларға жеке мән беріледі конституцияда. Енді осы жаңартулар ерекше мәнде осы жаңа конституцияға енгізілгені өте қуанышты, өте зор. Өйткені әр қарай өзіміз, жаңағы мемлекетіміз, біз де осы мемлекеттің азаматтары осы деңгейде көтеріп, әр қарай стратегияны әр қарай жетілдіру бойынша біз де көп үлес қосатынбыз деп ойлаймын. Сондықтан осы реформалау конституцияны, жаңа конституцияны қолдау дегенде, бұл жерде меніңше әр тұлға, әр азамат өзінің үлесін қосады деп ойлаймын.